Саламатсыңдар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі ақпараттық сауаттылық атты апталығындағы іс-шараға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осы іс-шараға байланысты ойын ұйымдастырдық, иә? Сол ойынды бастамастан бұрын сіздерге қазір демонстрацияны қосып берейін, сосын ойынымызды жалғастырамыз. Бізде ойынымызды 3 айналымнан тұрады. Қазір сіздерге түсіндіремін. Яғни бұл іс-шараның негізгі мақсаты бізде, яғни студенттердің ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту, компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу болып табылады. Бұл жерде бізде 3 айналымнан тұрады. Бірінші айналымдағы ойын кім жылдам деп аталады. Екінші айналымдағы ойын бізде құпия жәшік деп аталады. Және үшінші айналымдағы ойын бізде сиқырлы пернелер аралы деп аталады. Яғни бірінші ойынның шартымен таныстыра өтсем сіздерді, бұл жерде студенттер адасқан дыбыстарды тиісінше тіркестіріп сөз құрайды. Бұл сөз естеріңізде болсын, ақпараттық сауаттылыққа байланысты сөздер болып табылады. Әрбір айтылған дұрыс жауапқа әрбір студент 1 балдан ұпай жинайды. Сондықтан бірінші сұраққа жауап беретін алдында әрбір студент міндетті түрде атыңызды атап айтуыңыз керексіздер. Мысалға, ағзам, монитор деп мысалға осылай айту керексіздер. Сосын әрбір студент міндетті түрде өзінің жауап берген дұрыс жауабын. Дауысыңызды өшіріп тастадыңыз, мұғалім. Дауысым өшіп қалды, болды. Ал енді ойынымызды бастайық. Бірінші ойынымыз бізде бұл адасқан әріптер. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші сөз тіркесін кім бірінші болып табады. Яғни бұл жерде студенттердің жылдамдығы ойынның жаңағы тез табуы ескеріледі, жылдам табуы. Қалай ойлайсыздар? Кім жауап береді? Перне тақта, Жанабай. Перне тақта, дұрыс айтасыз. Келесі сөз. Тышқан, дұрыс айтасыз. Әрбір айтқан студент айтып отырыңыздар, мен Жаңабай Димаш Тышқан деп. Сонда белгілі болады. Келесі сөз, ойланып алыңыздар. Ойлануға уақыт, кәнеке ойланамыз. Қалай ойлайсыздар? Интернет. Кім жауап берді? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, сізге 1 ұпай, дұрыс айтасыз, интернет. Келесі сөз, адасқан әріптерден тұрған, бұл қандай сөз тіркесі деп ойлайсыздар? Ақпараттық сауаттылыққа байланысты, балалар. Программист, дұрыс айтасыздар. Жауап берген кісі өзіне 1 ұпайды жинап алса болады. Арғарай кеттік. Келесі. Қандай сөз шығады екен? Антивирус. Дұрыс айтасыз. Кім жауап берді бізде? Сол кісіге 1 ұпай. Әрбір жауап беріп отырған кісі 1 ұпайдан жинап отырыңыздар. Келесі сөз. Қыздар жауап береміз. Сканер, дұрыс айтасыз. 1 ұпай сізге. Келесі сөз. Монитор. Монитор. Ағзам, Дина, сізге рахмет. 1 ұпай сізге. Келесі. Принтер, дұрыс айтасыздар. Микрофондарыңызды өшіре салыңыздар. Кімде ар жағында шудың дауысы естіліп жатса. Келесі. Қыздар жауап береміз. Информатика, дұрыс айтасыздар. Анар, сізге 1 ұпай. Арғарай кеттік. Келесі сөз қандай деп ойлайсыздар? Ақпараттылық сауаттылыққа байланысты. Ақпарат, дұрыс айтасыздар. Бұл айналымда бізде жеңіске жеткен кім деп ойлайсыздар? Қайсысыңызда көп? Нече, мұғалім. Кім көп ұпай жинады?
Кімде қанша ұпай? Енді. Ағзам сізде Нұрсұлтанда ұпай. шығар. Мгм. Енді қыздың жолы жіңішке деп, Ағзамға біз бірінші турдағы айналымдағы жеңісті береміз. Келесі айналымға өтеміз. Келесі айналымға өтпестен бұрын сіздерге ойынның шартын түсіндіре кетейін. Яғни екінші айналымдағы ойын бізде құпия жәшік деп аталынады. Және бұл жерде студенттер берілген анықтамамен оның жауабын дұрыс таңдау керек. Ол үшін білім ресурсын пайдаланамыз. Яғни Learning Apps ресурсын, білім ресурсын пайдалана отырып, сіздермен ойын ойнайтын боламыз. Ол үшін мен сіздерге демонстрацияны қосып берейін. Содан ойынымызды сіздермен бастаймыз. Яғни екінші айналымдағы бізде осындай ойын, яғни бұл жерде міне анықтамаларды жауабымен дұрыс сәйкестендіру керек. Сәйкестендіру барысында, егер дұрыс айтсаңыздар, ол бізде жойылып кетеді. Егер қате айтатын болсаңыздар, сәйкестендіру барысында қызыл жолақ жанады, иә? Бірінші кеттік, тышқан дегеніміз не? Осы жерден таба аламыз ба екен қазір біз? Кім айтады? Тышқан дегеніміз не? Компьютердің негізгі құралы. Кім айтты бізде? Қате айттыңыз, дұрыс емес. Ағзам, Баспа Анар, құралғы. ау? Баспа құрылғысы. Қазір бізде мына жерде бар нәрселерді құрастыра берейік, өйткені мына жерде өте көп нәрсе, соның ішінен таба алмай отырық, иә біз? Қай жерде не көріп отырық, соны қазір біз сіздермен. Яғни тышқан дегенді айтқанда мышқа ғой, бұл бізде дербес компьютердің кішкентай құрылғысы ғой. Сіздер басқа нәрсе айттыңыздар, иә? Компьютердің маманын біз қалай атаймыз, балалар? Өте оңай сұрақ. Программист, айтишник. Жарайсың. Дұрыс айтасың. Келесі, вирус дегеніміз не? Зиянкес бағдарлама. Дұрыс айтасың, қыздар қосылып отырамыз. Word дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Презентация жасайтын, жұмыс істейтін Жоқ, бағдарлама. презентацияны PowerPoint жасайды. Бұл өте оңай сұрақ. Офистік бағдарламадағы мәтіндік редактор. Дұрыс айтасың, Анар, сізге бір ұпай. Ал енді тағы қайсысын алатын болсақ, интернет дегеніміз не мысалға? Оңай. Желі. Бүкіл әлемдік желі. Бүкіл әлемдік желі. Дұрыс айтасыздар. Қазір мына жерден біз тауып аламыз бұны, иә? Оған дейін бар нәрсемді мінекей қосамыз. Тексеріп көрейік. Жауаптарыңызды өте дұрыс айттыңыздар. Келесі бізде бұл жүйелік блокты алайық ал. Жүйелік блок дегеніміз не? Компьютердің негізгі құрылғысы. Дұрыс айтасыз. Анар айтты деме бізде, иә? Или Ағзам ба? Мен айттым. Мен Динат айттым. Мен айттым, Ағзам айтты деп айту керек, иә? Сіздерде, сізге бір ұпай, жарайсың. Ал пернетақта дегеніміз не, балалар, қалай ойлайсыңдар? Пернетақта. Мәлімет енгізу құрылғысы. Дұрыс айтасыздар, өте дұрыс. Ал ары қарай кеттік. PowerPoint деген. Сурет салуға арналған бағдарлама. Презентациямен жұмыс істейтін бағдарлама. Дұрыс айтасыз, қыздар. Бізде белсене дұрыс қатысып отыр, е? Олдар жауап береміз. Ал ары қарай кеттік. Принтер дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Баспа құрылғысы. Баспа құрылғысы. Дұрыс айтасыздар. Компьютер, ксерокопия дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Құжаттар көшірме. Дұрыс айтасыздар. Өте дұрыс. Информатика дегеніміз не, балалар? Ақпараттық процесті зерттейтін ғылым. Ағзамба бізде жауап беріп отырған. Ары қарай кеттік. Колонка дегеніміз не? Дыбыс естілетін қорап. Және ары қарай кеттік. Монитор дегеніміз не? Компьютер, телевизор. Қанағат жауап берді. Дұрыс айтасыздар.
қыздар бізде жарайды, белсене қатысып отыр. Find дегеніміз не? Қандай не істей аламыз бұл жерде? Сурет салуға арналған Сурет бағдарлама. ала аласыздар, дұрыс айтасыздар. Сурет саласыздар, жүресіздер. Ең соңғысы bit byte деген бұл бізде информатика өлшем бірлігі болып табылады, Өте жарайсыңдар, барлықтарыңа ырзамын жауаптарыңызға. Ұпайлар санын өздеріңіз санап отырыңыздар. Қазір ойын біткеннен кейін сіздермен жалпы талқылайтын боламыз, Бұл бізде екінші айналым болатын. Енді біз сіздермен бірге енді үшінші айналымға өтеміз. Үшінші айналымды бастамастан бұрын сіздерге демонстрацияны қосай. Үшінші айналымға өтеміз. Бұл жерде де сұрақтар қатты қиын емес. Осы ақпараттық сауаттылыққа байланысты сұрақтар болып табылады. Сіздер біліп жүріңіздер, қазақша аудармасын біліп жүріңіздер деген мақсатпен сіздерге осындай сұрақтарды дайындап қойған болатынбыз. Яғни, үшінші айналым бұл бізде сиқырлы пернелер аралы болып табылады. Ойынның шарты бойынша әрбір студент берілген сұрақтарға жауап беру арқылы бір ұпайдан жинайды. Ал кеттік онда іске сәттілік. Сіздерге компьютер миы дегеніміз не? Кім жауап береді? Жүйелі блок. Динас, дұрыс айтасыздар. Микрофонды өшіре салыңыздар. Кімде дауыс шығып тұр? Міндетті түрде өшіре салыңызды өтінемін. Интернетпен байланыс жасайтын құрылғы қалай аталады, қыздар? Модем. Дұрыс айтасыздар, модем деп аталады. Ақпаратты шығару құрылғысы қалай аталады? Пернетақта. Пернетақта. Дұрыс айтасыздар. Келесі графикалық редактор қалай аталады? Paint. Дұрыс айтасыздар. Олдар өздеріңізге есебіне алып отырыңыздар. Кім жауап беріп отыр? Дауыс жазуға арналған құрылғы қалай аталады? Микрофон. Жауаптарыңыз қабылданды, бірақ та мына жерде 2-3 адам бірден жауап берді, Бұл жерде ұпай саны ешкімге берілмейді. Келесі, жойылған нысандар орналасатын қапшық қалай аталады? Корзина. Корзина деп аталады. Ағзам, Динас? Қыздар жауап берді. Келесі сұрақ, компьютер дегеніміз не? Қарапайым сұрақ, Ақпаратты өңдеу құралы. Анар, жарайсың, саған бір ұпай. Дұрыс айтасың. Мені осылай Анар сияқты жауап берулеріңізді өтінемін, Ақпарат сөзі қай тілден шыққан, қалай ойлайсыздар? Латын тілінен шыққан. Дұрыс, ұлдардан бізде бірінші болып жауап берген кім? Жаңа Димаш па? Компьютердің негізгі құралдарын атаңыздар. Өте оңай сұрақ. Монитор, тышқан, желі блок, пернетақта, колонка, микрофон, наушник. Жауабыңыз толығымен қабылданды, сізге бір ұпай. Арғарай кеттік. Microsoft фирмасының президенті кім болып табылады? Bill Gates. Bill Gates. Мен жауап берейін. Дина жауап бер. Қарайсың. Дұрыс жауабыңыз, сізге бір ұпай. Корзинаның қызметі қандай деп ойлайсыздар? Ақпарат сақтайды. Дұрыс айтасың. Сізге бір ұпай. Ең ұзын перне қалай аталады? Пробел. Молодец, жарайсыңдар. Динас, сізге бір ұпай. Диназдың аты көп аталды осы жерде. Компьютерді вирустан қорғайтын бағдарлама қалай аталады? Антивирус. Касперский. Димаш жауап беріп отырау деме бізде. Енді осымен біздің 3 айналымымыз бітті, балалар. Яғни 2 жаңағы айналымды қорытындылай отырып, бірінші айналымда бізде жеңіске жеткен Дилназ болатын, ал екінші, үшінші айналымды қорытындылай отыра бізде кім жеңіске жетті деп ойлайсыздар? Яғни ұлдардан бізде кім үлкен ұпай жинаған? Кім белсене қатысып отырған? Қанағат деп ойлаймыз, сұрақтарға жауап беріп отырды. Сізді құттықтаймыз.
осы айналымда сіз жеңіске жеттіңіз. Яғни бұл екі айналымды қосқан кезде. Барлықтарыңызға көңіл бөліп тыңдап, ойынға белсене қатысқандарыңыз үшін барлық студенттерге алғысымды айтамын. Келесі ойында кездескенше сау болыңыздар. Sağ olun.